Мыналардың бәрі ұйықтап жатқан жоқ, тұрсаңдар шоу. Тұрыңдар, сендердің орындарға мен оқиын ба сабақта? Тұрсаңдар, Томирис. Тұрсаңдар. Ағай, біз уже келдік ба? Уже келдік па дегенсіз, біз деген кеше келдік қой. Мен уже семьяма барып келдім. Әлде сендердің орындарыңа Эйнштейннің шопырын ұқсап мен барып келейін бе әлде? Естіген жоқсыңдар ма не? Давайте онда мен сендерге айтып берейін. Баяғыда Эйнштейннің қасында постоянно бірге жүретін өзінің шопыры болған. Водитель дейді ғой, водитель бірге жүріп. Бір күні Эйнштейн екеуі үлкен конференцияға келе жатқан кезде Эйнштейннің шаршап келе жатқанын көрген жүргізуші Эйнштейнге айтады: "Бүгін сіздің орныңызға мен выступать етейін" дейді. Жақсы деп екеуі келіседі. Сөйтіп жаңағы конференцияда жүргізуші выступать етіп жатқан кезде бір журналист тұрып, аяқ астынан бір сұрақ қояды. Сол кезде шопыры тұрып: "Сіз маған ең оңай сұрақ қойдыңыз. Даже ол сұрақтың жауабын менің шопырым біледі" дейді. Сөйтіп шопырын шығарады. Шопыры Эйнштейн жаңа сұраққа өте әдемі жауап беріп, өздерінің мақсат мұраттарына жеткен. Вот. Мыналар кері ұйықтап қалғаныз, тұрсаңдар шоу. Шығайық, Томирис, Бауыр, Баха. Тез шықсаңдар, сенде 3 минут уақыттарың қалды, тез. Давайте, Томирис, ешкіммен ұрыспа, бәрімен Помирис. Мен бұл кезде білмеймін, не үшін бұлар ұйықтамай жүргенін. Жас болып энергияларын жоятын жер таппай жүрген шығар десем, керісінше дұрыс пайдаланып жүр екен. Ниеттері жақсы болғанымен 15 миллион табу қайта бірақ. Тілек қалай? Жақсы. Оқушылар қалай? Оқушылар бөлек енді, аурасы мықты екен оказывается. Мен олай деп ойлаған жоқпын негізі. Өзгеше болады. Күнде деген үйде айнаға қарап сөйлеймін ғой, сабаққа дайындаламын ғой енді. Сөйтсе артық сөйлейді екен ғой мен деген. Сол оқушылардың аурасы тиіп жатыр. Міне, негізі оқушылардан жақсы әдетке көп үйренуге болады. Да? Иә. Өйткені енді бірақ саған қатты қиналудың қажеті жоқ. Иә, өзің енді кетем деп отырсың. Иә, әкем үшін жоқ енді, бірақ мынау ең бастысы пенсионға келсең емес пе? Сіздер осы мектепте бұрыннан жұмыс жасайсыздар ма? Иә, бұрыннан. Сіз ше? Почти, не болып қалды? Завуч қой практиканттарға профсоюзге ақша жинасын деп жатқан. Просто біз неге сұрап отырық, біз жаңадан келген мамамыз да. Түсінбей жүрміз, ненің қалай болып жатқанын. Енді біздер үлкен кісілердің шаруасын араласпаймыз. Ренжімеңіздер, иә? Құтты болсын жұмыстарыңыз. Кстати, біз уже 2 миллиондай жинағанбыз. Мәссаған, біз сонда қайырымдылық жасайтын командамыз ба? Шынымен де күзге операция жасауға болады. Енді бүгін қандай план бар? Жай мен дұғаларым қабыл болып келе жатырған сияқты. Так, оқушылар, саламатсыздар ма? Отырыңыздар. Так, енді білесіздер ғой оқушылар. Емтиханға уақыт өте аз қалды бізде. Сол үшін ойын ойнаймыз қазір. Ойын? Аға, емтиханға аз уақыт қалды. Какие шейді? Иә, ойын. Несі бар? Біз ойын деген біздің тоқталатын тақырыптарымызды үнемді және қызықты қылады. Қазір по ситуация бәріміз танысамыз. Так, міне, сұрақтар. Сіздерге барыңызға сұрақ беремін. Ортаға бір оқушы шығады. Сол оқушыға осы сұрақты қоясыңдар. Кім дұрыс жауап береді, соған емтихан кезінде көмектесемін. Ал кім жауап бере алмайды, оған көмектеспеймін. Енді мен сіздер үшін тырысып ғой енді. Негізі ағай дұрыс айтады, жан-жақтан сөйлемей ағайды тыңдайық. Міне, Томирис молодец, көрдің ба? Старсты. Не үшін старсты? Молодец, потому что. Так, ендеше бастаймыз ойымызды. Молодец, Кузя. Молодец. Міне, осылай логический вопросы. Дым, ештеме қиналудың қажеті жоқ. Болды, отыра ғой. Так, келесі бізде. Ботагөз, кел. Так, дайынсың ма сұрақтарға? Давайте, кеттік. Адам баласы ең бірінші не нәрсеге шыдау керек, чтобы өмірде келесі этаптарды оңай өту үшін? Голодовка. Молодец, молодец. Сосын тағын. Екі адам шахматты 2 сағат ойнаса, бір адам шахматты неше сағат ойнайды? 2 сағат. Молодец. Сабағың қалай? Жақсы. Ондай сұрақ жоқ қой еді? Білем ағай, өзім ғой ойлап тапқан. А то сұрақта как-то скучно ма? Ой, сендерді біл. Айтышыңдар. Басқа ойын ойнаймыз.
Не істеп жүр мыналар? Қыздар зал учтеге жатыр. Кіріңдер кабинеттеріңе. Кешіріңіз, директорды қайдан тапсам болады? Не үшін? Жұмыс бойынша резюмемді көрсетейін деп. Жұмыс іздеп жүрсіз бе? Қазір бізде директор жоқ, орнына мен завучпын. Атым Айнагүл Бақытқалиқызы. Менің есімім Лаура. Мен сияқты жұмыс іздеп келгендер көп болар? Әрине, көп қой. Енді как договариваться етсек, әрине келісеміз. Келісіп жатсақ, көреріміз. Меруерт. Көп жүріңіз, байғырай. Бауырдың жоспары бойынша олар пробкада уақытында тұрған машиналардың терезе фарларын тазалап, ақша істеп, общий сумманы көбейту. Көппен тентек болсаң да, көпке тентек болма дейді атам қазақ. Бұл балалардың тентек болып жүрген емес. Олар уақыттың аз қалғанын барынша пайдаланып жүргендер. Енді көпті көрсе көл болады деп жүр ғой. Мен бұларды ол кезде көшеден көріп қалдым. Басында сенген жоқпын. Мен біреуге осы әңгімені айтса, ол да сенбеуі мүмкін. Мына бауырмен Бақтияр емес пе? Анау қасиетті жүрсің. Не істеп жүрдің олар Ямакаси өкіп кеткен бе? Қашымдар, кеті машина жанынан. Мынау қайда қашып бұратыр? Қайда? Ағай, не істеп жатырсыз? Балалар қайда? Кстати, оларды спорт залға шақырып алған. Бір зат тасып жатыр екен. Молодцы, ладно, жүресің. Так, енді уақыт аз болған кейін, қыздар, мен сіздерге емтихан жүйесін тұнып жүрейін. Емтихан кезінде аяқ астынан паника басуы мүмкін. Паника кезінде адам не істерін білмей, қай ответті білгенін білмей, одан кейін жылайды. Не болды? Сіз уже паника жасап жатсыз ғой? Енді Мадина ағай айтып тұр ғой, паникадан Аллах болу керек деп. Ойлама болды. Қалай ойламайды? Бес саусақ әртүрлі болады. Сол сияқты эмоция әртүрлі болады ғой. Қыздар, емтихан басталмай, біз уже қырылып жатырмыз. Неменесіңдер? Негізі Мадина дұрыс айтады. Тілек аға айтқанда мен де шошып кеттім. Ойбай, қатты шошпаңдар. Мен өзім просто паника деген сөзден қатты қорқамын да, так шошмау болады негізі. Спокойно белгілі болады негізі. Бірақ паника ұсайтын болсындар, қате болады негізі. Жақсы ма? Спокойно. Тапсырасыңдар, алып шығасыңдар. Мә, біраз ақша жинаппыз ғой. Ну, не говори. Айттым ғой, күндізгі уақытта адамдардың көңілдері кең болады деп. Что там, пацаны? Сколько по бабкам собрали? Білмеймін, қазір санай ғой. Ребята, как вы думаете, Баян апай қазіргі жағдай қалай екен? К сожалению, нам это неизвестно. Но в любом случае, важное то, что мы делаем все ради Баян апай. Да. Пацаны, честно, я очень рад, что мы находимся в этом списке. Я тоже. Сауатты іске жақын болсақ, Құдайға жақын боламыз. Сенікі Құдайға жақын болу ма, әлде Тамизке жақын болу ма? Бандылар. Ака, сендердің бұндай да өнерлерің бар екен ғой. Оны білгенде автобус сендерге жуғызатын едің, а? Все, давайте жиналыңдар, кеттік. Мектепке ма? Жоқ, мені жуындырасыңдар. Конечно, мектепке. Быстро шығу марш. Не жүрсің ол? Ел уақытта келіп отқан адамдар ұқсап, мынау жоқ маскамен? Быстро. Жақсанды, Айнагүл Батырғалиқызы. Бұйырса сізден жауап күтем. Әрине, уайымдамай жүре берсеңіз болады. Ұстаздарға сынып бөлу қашан басталады? Енді оны мен шешпеймін, әрине. Оны директор өзі көмекшілермен шешеді дегендей. Жақсы, онда сау болыңыз. Сау болыңыз, Лаура. Лаура,
Енді өзіміздің арамызда ғой, білесің өзің. Кішкене құлақ бар дегендей. Әрине, рахмет. Онда WhatsApp-пен сөйлесерміз керек. Конечно, конечно. Сау болыңыз. Біздің завуч жас мұғалімдерін өзгертіп жүр ма? Кімді жұмысқа алатын алмайтын? Білмеймін, солай да болуы мүмкін. Уже отметка жасап, ақшасын төлеп шыққан шығар. Құдай білсін, может көріп шығамыз? Көріп шығайық. Мен сендер түсінбей ме? Вроде нормальный бәрі, ата-аналарың бар. Ақыл естерің дұрыс. Естерің дұрыс па сендердің? Не істеп жүрсіңдер? Мынаны ата-аналарың білсе не болатынын білесіңдер ма? Ой, ағай, мен балалармен спорласып ұтылып қалдым. Сосын олармен қолдайын деп шыққан ғой. Біз дәл сондай ақшаға қалап қалған жоқпыз енді. Айтпақшы, рюкзакты алдың ба? Масканы не үшін киіп алдыңдар ал? Ол бізді ешкім танып қоймау үшін ғой. Оған бастарың жетеді де? Білмеймін сендер, чөті менен бір нәрсені жасырып жүрсіңдер. Жоқ ағай, не жасырамыз сізден? Что нам от вас скрывать? Я соны айтамын. Не знаю, какой секрет есть у вас. Ой, ағай, сізге өтірік айтпаймыз ғой. Мы же вам не девчонки. Как раз міне девчонкилар сабақтан шығып жатыр. Қазір алып кетейін мен. Тығылыңдар сосын. Осыдан қазір кім көрініп қалады, соған бүгінгі жағдайда ата-анасына полный айтып беремін. Сәлеметсіз бе? Саламатсыңдар ма? Сәлеметсіз бе? Қалайсыздар, қыздар? Жақсы. Сабақтарың қалай? Күшті. Не болып қалды ағай? Жоқ, ештеме. Балдар қайда? Ағай, оларды жолдан алып кетейікші. Дене шықтыру ағай оларды жұмсап жіберген болған шығар да олар. Қызындап көрейін оларға. Жоқ, бота звондама. Қазір. Кеттік па? Ребят, чего вы все замолчали? Ладно, хотя бы на гитаре поиграем. Ағай, біз қайда бара жатырмыз? Солға бұрылу керек едіңіз ғой. Далаға кетіп бара жатырмыз. Не үшін ағай? Сендер менен бір нәрсе жасырып жүрсіңдер. Пока соны айтпайынша, далада қонамыз болды. Бүгін үйге бармайсыңдар. Біз бәріміз шындықты айту керекпіз. Атөгет болып кетті. Короче, Ғайыз ағай, тем осындай ғой. Бауыр маған бар шындықты айтып берді. Не болған, қанша уақыт қалған, қанша жетпейтін. Әрине жағдай мәз емес. Бірақ оларға өздерінің ұстаздары жай адам емес екенін маған түсіндіргенде, мен де бірге көмектескім келді. Солай ма? Оны маған бірден айтпағансыңдар. Давайте онда мен де командаларың алыңдар. Мен де жақсылықта сендерге бір көмектесейін де, жамандығын өздеріңіз істей бересіңдер. Все, я в деле, ребята. Давайте. План қандай дальше? Руся. Айтпақшы мен Русян. Сен жаңа гитарамен ән айтам дедің ба? Мен ютубтан көрдім. Ана подъездерде, көшелерде жаңағы не танау астынан өтіп кететін. Пешеход па қалай? Подземка, вот. Подземкалардың астында, көшелерде өлең айтып тұрады гитарамен. Адамдар соған ақша береді. Мен сондайды көргем. Ол ақша бізге ауадай қажет қой. Жоқ, завязывайте, я же петь не умею. Нормально, Руся, нормально. Сен жаңа айтқан кезде мен таң қалдым даже. Живой айтып жатыр ма, фонограмма деп қалдым. Уайымдама, ертең өзім мен саған поддержка болам, давай. Ағай, бір адреске кіріп шығайықшы, сол жерде скидка болып жатыр екен. И как раз олдар коробканы алып шығады. Сосын оның бәрін мен үйіме түсіріп аламыз. И дальше мен өзім через продажа алып кетем. Да? Все, бензинге ақша бересіңдер ма? Шутка! Все, кеттік онда қазір Яндекстен тауып аламыз. Бір сыныптың оқушылары бір үйдің балалары секілді ұйымшыл екенін көрген кезде олармен барлық жерге баруға болатынын түсіндім. Және олардың айтқан әрбір идеясын қолдауға болады. Жоқтан бар шығару деген осы емес пе?